ылғи айтып жүрмін ғой, ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді, қара құс астындағы жемін басып жейді деп. Жақсы бір жетістікпен бөлісіп отырған жақсы да. Екіншісі, сендерге мынандай бонус самғау басталады. Самғау деген курс. Осы аламаға қатысқандардың көбі біраз немене жинады да. Таза бизнес бастап, соған немене жинау. Көлемін көбейту. Бірақ ары қарай кез келген бизнесті бір жүйеге салмаса, оның ары қарай дамуы бәсеңсіп қалады да. Жақсы мысалы. Жақсы бірдеңкені адам бір жақсы жобаны тауып алып, бір саланы таңдап алғаннан кейін соны өзінің жолын тауып алса, алтын шыққан жерді белден қаз дейді ғой. Соны қазып ары қарай көбейтуге болады да. Оған жаңа білімдер, жаңа бір тәсілдер керек. Бүкіл қаруларды бірден аламанда беріп тастау мүмкін емес. Аламанда тек қана алғашқы немені бастау. Қайық болғанда біз әзірге кішкентай резина қайық сияқты да. Ары қарай бұны дамыту үшін, соның ең бастысы дамыту емес, бір жүйеге салу. Жүйеге салу деген бір системаға салған кезде сонда бизнестің рахатын көресің. Ал енді шындығында бизнеспен айналысқан кезде адам бүйтіп ойлау керек сендерде. Бұны рахатын көрем деп. Не нәрсені дұрыс жасаған адам соның рахатын көреді. Мысалы, бақша еккен кезде біреу егет дұрыс екпесе, алмағаш өспей қояды, помидоры өспей қояды, картошкасы аз өседі, соны тыртың өседі, бірақ соның жақсы рахатын, жақсы пайдасын көре алмайды. Үй салғанда да біреу. Ал енді дұрыс жасаған адам, үйін салған кезде дұрыс технологиямен жасаса, дұрыс үй шығады, соның рахатын көреді. Жылы болады, ыңғайлы болады, қабырғасы құлап жатпайды, бірден шатынап жатпайды. Ал егер бақшаны дұрыс еккен адам бірден дұрыс нәтиже алады. Бірден бір адамның қасына барып үйреніп, бүкіл тәсілін. Сол сияқты кәсіпті де бірден дұрыс жасап, тренердің айтқанын жасап, алға дұрыс жасасаң, соның рахатын көресің. Рахатын көру деген сөз екі нәрсе ғой. Біреуі табысын тауып, соны отбасыңа жарату, ары қарай асып жатса, туған туысқаныңа, еліңе. Екіншісі, сенде бос уақыт пайда болу керек. Мысалы, жарайды, сен 8 сағат жұмыс істеп жүрген, 5 күн жұмыс істеп жүрген бір жалшыл жұмыстан кеттің, мұнда келген кезде күніне 14 сағаттан жұмыс істесең, мүлде ешқайда барып демала алмасаң, онда ол бизнестің немене рахаты бар. Базарда жүргендерді қарасаңдар, беліне немене байлап алатындар бар ғой. Ақшаның немесін байлап алады да, сумочкасы. Содан кейін базарда күн суықта да жүреді, олар жексенбі көрмейді. Қашан сұрасаң айтып шапқылап жүреді, мұрнына су жетпей. Соны ойлайсың, онда не үшін айналысасың онда керек? Уақытың жетпесе, тем более кейін ары қарай бизнестің көлемі көбеймесе. Сондықтан самғаудың негізгі үйрететін міндеті жүйеге салып, өзіңе біріншісі табысын көбею, екіншісі бос уақыт. Бос уақыт деген сөз диванда жатып кино көру емес, спортпен айналысу, ел аралау, білімге көңіл бөлу, ағайын туғаныңа, бала-шағаңмен әңгімелесу, достарыңмен қыдыру деген сияқты. Сондай адам өзінің жүрегі қалайтын істі істеу. Сондықтан анаға шегіліп жүрмей. И оның кейін үшінші беретін нәрсесі, ең бастысы ол деп ойлаймын, адам өмірге келгеннен кейін айтады ғой, бір нәрсе істесем, өзің жүрек қалауымен істесем, артыма бір із тастасам, осыдан үлкен бір нәтижеге жетсем, то есть кетігін таптап арқалан деген, өзімнің бойымдағы бар қасиетімді бір пайдаланып кетсем деген. Осы жалпы бизнестерің жүріп жатыр деп ойлаймын да. Жүріп жатыр, қамыт шештіңдер ме? Қамыттарың бар ма еді бұрын? Шештіңдер ме? Мен өзім ең басында бұрыннан өз бір кішкене білімге бір құштар болдым да өзім. Бір жанат өшет, бір тетігін таппай жүріп, соны келе алмай жүрдім. Сөйтіп қалай істесем болады деп жүргенде, сол сіздің бір неңізді көріп қалдым, видеоңызды. Сөйтіп көрдім, өзі қарасам, ары қарай тағы видеолар шықты, ерік-жігер сабақтардан тілеген нелер. Біреуін көргеннен кейін уже таптым да өзіме керек нәрсені, уже анадан жауабын алдым, кәдімгі мына жақта жүрген сұрақтың. Жалқаулық деген не, қалай не істейді, сіздің тіліңізбен айтқанда хайуан неме дейді, шариғатпен айтқанда не нәпсі дейді, мысалы, соны қалай жеңудің жолдарын. Содан бірін қалдырмай кәдімгі ерік-жігер сабағыңыздың бәрін көріп шықтым да, басынан аяғына дейін. Сөйтіп уже анау қатты әсер етті маған. Оның өзі ерік-жігер керек қой, бірақ уже анаған кіріп кетті мен ішіне де, уже анау не істеген сайын. Сосын соны достарыммен де бөлістім, достарыма айтып, сол кезде как раз інім жұмыстан шығып қалды. Сол ініме жаңағыны скачать етіп алып, компьютермен флешкаға басып ініме беріп жүрдім ауылға. И ауылда інім жатып алып телевизордан көріп соны оқимын деп. 21 ағымда оқыды інім, дос бол деген. Бірақ үйден оқыды да, онлайн оқыды. Сонымен бірге маған да порталға доступ берді да. Мен де көрдім сабақтарын бәрін сонымен бірге. Сосын 22 ағымға келдім. Достарыммен де бөлістім, сол Қайыржан деген досым, Таңшылман деген қарындасымды алып келдім. Үшеуміз келдік Аралдан, соны Аралдан Бесбастауға. Сөйтіп бір ай сол ерік-жігер сабағын көріп жүрдім күнде. Уже 4:30-да тұруды бастадым да, ұйқыдан 4:30-да тұрамын. 8:30-да уже 4:30-да тұрып жаттығу жасаймын. Соның бәрі ерік-жігердің пайдасы да. Қазір неше тұрмыз? 5-6 сондай. Жақсы, 6-тан кейін тұрмасам болды дейді. Жоқ, 6-тан кеш емес, 5-6 қазір. Бірақ баяғыдай 4:30 жоқ та, анау қатты әсер етті бірінші кезде. Бір ай сөйтіп жүрдім. 4:30-да тұрамын, су ішіп аламын. Содан дене жаттығу жасаймын. Сөйтіп ерік-жігер сабағын көремін обязательно. Сөйтемін да, сосын өлең жаттаймын.
содан кейін барып неге шығамын, жұмысқа шығамын. Сосын жұмысқа шығып жатқан кезде күнде сіздің жаңағы санадағы жарылыс деген, бұл әлемде санаңдағы жарылыс санаты еш албырты жоқ деген, күнде соны бір ай бойы 4 рет тыңдаймын. Азан жұмысқа кетіп жатқанда, түсті қайтып жатқанда, істеген кетіп жатқанда, кештің қайтып жатқан кезде жалғыз қайтамын. Көбісі бірге қайтайық десе, ананы тыңдай алмай қаламын да мен қазір. Бірге қайтсам, әңгіме айтып қайту керек болады. Сөйтіп уже бір айда уже шынымен жарылыс болды да, шешім қабылдадым. Енді ұқтың ғой, мида бір программа пайда болады, жетістікке, жақсылыққа деген. Уже мен не істеп жүрмін, ол жерде де айлығым жақсы болды, заведующий болып істедім негізі мәдениет үйінде. Өзім былай арасында тойға да шығатынмын, енді 100 мың, 200 мың сондай болды да, айлығым жаман емес, біраз ай. Бірақ уже мен қарын тойғанына мәз болмайын дедім, ана нелерді естігеннен кейін уже мен көп нәрселер адамның қолынан келетінін түсіндім. Сөйтіп сол Алматыға келдім, 22-ші ағымда оқып, уже түсіндім қазір уже. Еркін жүру деген не, біреуге тәуелді болып жүру деген не, соны ара жігін ажыраттым. Бұрын ойланбағанда бұл өмірің жақсы сияқты болып көрінеді. Иә, солай көрінетін, ол бәрі. Ата-ана да солай ойлайды, бір жерге балам оқыса, сосын бір жерге жұмысқа кірсе болды, солмен. Солай ғана тәрбие бергеннен кейін санамыз соған қалыптаспағанда біз одан аса алмай қалдық та. Банкыдағы бүргелер деген есіңде ме? Иә, оны қайта көргенмін, иә. Ашқан кезде шыға алмай қалдым. Сонымен осы жаққа келдім, қазір асабалықты бастадым, командамды құрдым, өзімнің ауылдан бутик ашып тастадым, қарындасым бутик ашып бердім. Шүкір Аллаға қазір. Негізгі асабалық деген ол да бір тәрбие да. Иә. Мен айтамын, ол үлкен мектеп. Өйткені қазақтың ментальностьсында тойға жиналады да, соны тойда адам бір айтып отырсың ғой, жаңағы құлақпен естіген, көрген нәрсе ақырындап тәрбиелейді. Ол жерде кішкентай бала жүреді, қыздар жүреді, ата-аналар жүреді, әжелер жүреді. Сол жердегі ол бір халықтың сол кездегі бір деңгейін, ой өрісін, мәдениетін бәрін көрсетеді. Мен мына асабаларға қарным ашиды. Талай рет бір асабалар тура ана бөтелкемен басына бір қойып жарғын келеді. Бір оқиға болған. Менің бір балдызым балалардың тұстауын кестірді. Содан екі асаба кішкене ішіп алған арақ. Неше түрлі ойындар ойнатып. Содан басында бір ана ойната бастағанда шақырдық бергешті. Келмей қойды қасыма. Неше түрлі бір жаман ойындар ойнатып, аузына келген сөйлеп. Содан бірақ та мені шығарды. Мені, әйелімді 5-6 адам шығарды да. Анан кейін айтады, мынандай ойын ойнатамыз дейді, андай бір табақтар бар ғой. Пластик табақ. Соны береді да. Мына екеуің теріс қараңыздар да, мынаны құйрықтарыңмен қысып алып, билеңдер мынаны жерге түсірмейтіндей қылып дейді да. Енді ол класстастар жиналғанда, сыныптастар, достар жиналғанда, ол жерде де ойнауға қазақтың менталитетіне келмейтін нәрсе де. Соны микрофон берсем бермейді. Зорлықпен микрофонды алып алдым да. Ит терісін басына қаптадым. 150 адам той болып жатыр, содан әйелім түртеді, мен біреудің тойын шырқын бұзбасаңшы деп. Біз сөйтіп отырамыз ғой. Содан кейін ақ жерде біздің апамыз жүрді. Қайынатамның ағасының әйелі 83-пен 84-ке келген адам, 85-ке келіп қалған. Сол кісіге шыққан кезде қалжақты айтты, шалыңыз бар ма, шалыңыз шал тауып берейін ба деген сияқты бір сондай бір неме олар, апа көрсе болды, қалжыңдаса бастайды. Содан айттым, мен айналайын. Сендер осы асабалар, біздің бір әже көрсе, апа көрсе, не жындарың бар, сен қызға тиіскен сияқты тиісесің. Кім саған рұқсат бер? Ол кісінің мұнда немерелер, шөберелер жүр, қыздар жүр, келіндер жүр. Сен аузың келгенде айтасың. Мына ойының немене? Бір порнографический ойын деп. Айтып тастап едім, содан кейін үндей алмай, қипыжықтап. Содан бірақ тойдың иелері, ағайын туғандар келіп маған рахметін айтып жатыр да, біз айтайық десек, ұялып нетіп отыр едік, тойдың сырқы бұзыла ма деген сияқты. Қолына микрофон тиді, ол сол жердің қожайыны, адамдардың мәдениет сақтап етпейді. Сондықтан бір өнегелі той өткізу, содан кейін қазақтың философиясын, дүние танымын, түрлі ойындар сөйтіп өткізсеңдер, той деген немене ғой. Содан кейін дұрыстап өткізсең, одан кейін адамдардың өздері іздейтін болады. Тойды одан кейін жарнамалай алып жүрсің ба? Иә, қазір сол каждый тойды өзім инстаграмға, сосын былай әлеуметтік желілерге, неге шығарып отыр. Жалпы табыс қалай? Табыс шүкір Аллаға, қазір сол 300-400 мың, енді қазір сезон емес, жазда алса миллионға дейін шығамын деген ниет бар Алласы. Енді жалшыл жүрген жұмысынан 2 сағат тауып жатсың ғой, да? Әрине, одан және уақытың бос. Уақыт бос үшін еркін қалыптайсың да, главный нәрсе сол. Творческий айналысасың. Иә, өзің денсаулығыңа уақыт бөлесің, ана жерде жұмыста жүргенде уже кел десе, любой жақта түн болсын, күн болсын, басқа бағанғаннан барасың айналып отқаннан кейін уже 100 адамның жұмысында істеп көрдім, 1 айлық, 1 адамның жұмысында істеп көрдім, 1 айлықта алатын бірақ. Не көмектесті осы жерде? Не үйрендің, не көмектесті соны? Жарнама сол интернеттегі заманауи, иә, заманауи жаңағы нелер жазған кезде копирайтинг, офер жазу да. Сосын ерінбей шығарып отыру керек та, уже әлеуметтік желіге шығарып отқан сайын, уже халық көрген сайын
сол арқылы көп клиент таргетинг жасадың ба, жасап жатсың ба? таргетинг не жасап жатырмын, иә. Маған көмектескен пост болды да, алдында сол неде жүрген кезде, айттыңыздар ғой, Москвада жүрген кезде обязательно пост жазып өзіңнің өмірің жайлы. Сторителлинг. Иә, өзіңнің сыр шерту деген. бір өзімнің өмірің жазғанның өзінен қаншама клиент келді маған, соны оқып шығып, мә сен өмірбаяның шынымен де мынау қызық екен деп ше, басқаларға таратып адамдар ше. Негізгі кез келген адамның өмірінен кітап жазуға болады, келісесіздер ме? Болады екен, кез келген адамның өмірі егер әдемі қылып жазылсаң, иә. не деген қазір көріп жатсам, күрке тауық деген ана бар деген жігіт көрдіңіздер ме? Жоқ. Иә, кеше көрдім. Соны қызықты қазір сол күрке тауық жазып еді, содан кейін немелер де шықты, блогерлер де жазды, газетке жазды, телевидение жазды. Қазір ана жұлдыз болып кетті. Иә, еще Галенваген сатып алыпты дейді. Еще ол не үшін алдым дейді, ары қарай бизнесті қойдым дейді да. Сонда айтқан сөзі, былай да ақша көп тапса болады, былай да көп тапса болады, бірақ оңай ақша оңай кетіп жатыр дейді. Маңдай термен шықпағаннан кейін, және ана неменесінің масштабирование, мен ананы осында келді, мен етіп бердім, өте үлкен деңгейге шығарып қойып жатыр, күрке тауық. Мен ойлап қалдым, бір мектепте қатыстым деді ғой, сол сіздің мектепке қатыстым. Бізде оқып жатыр ғой. Көп адам просто өзіне сенімсіздік та, бұл жерде көп жерде не болатыны, тәуекелге бара алмайтыны. Саған негізгі бір ай бойы сол күнде тыңдаудан санада жарылыс болып өзгеріс. Көмектескен, иә, уже мен өзімді тани алмай қалдым да, уже тұрғанда да уже сондай бір не болып тұрғаннан кейін ба, ойланбай тұрасың 4:30-да ше, уже қиналмайсың. Тез уже будильник сырлады ма, басып тұрасың. Бұрын тұру қиын, бүйтіп өшіре салып будильникті шамалы 5 минут жата тұрайын деп ше, қызығушылық жоқ, өмірге деген не жоқ та. Мына жерде уже интерес болғаннан кейін, неге жетпеске деген не туғаннан кейін ба, уже сенімділік өзіңе. Өмір қызыл жасыл болып, гүлді болып сөйтіп көріне бастады ма? Солай, уже қызығасың шынымен өмірге. Көрген сол бұрын қара сақал, өңің, шашың бәрі сол, бірақ мына жерде бір өзгерді. Жаңағы соның ішінде сөздер бар ғой, бір тарихты адам зерттемейді, тек қана оны адамдар жасайды дейді. Тәуекелден қорыққан адамдар. Сол сөздер уже шынымен неге менде тарих жасамасқа деген уже ойлар келе бастайды да, туады да уже. Негізгі былай ғой, егер адамның нақты арман мақсаты болмаса, сен біреудің өмірін сүріп жүрсің. Жаңа біреу бастық барып айтты, әкең шешең мынаны істе деді, әйелің бірдеңе істе деді, сен біреудің өмірін сүріп жүрсің да? Біреудің арманына, әйтеуір біреудің өмірі. Ал енді сен өзің нақты арман мақсатының күнделікті болғаннан кейін сен уже мынау сенің өмірің болды. Өйткені бәрі ойдан басталады ғой. Сен ойладың, ойлағанды істесең, уже ол сенің өмірің. Неғұрлым өзіңе уақыт бөлген сайын уже басқалар саған қарай бастайды екен, сені әңгімеге тартып. Сен біреудің әңгімесін тыңдағың келіп, біреуге істеген сайын адамдар уже наоборот, сен өзіңмен ғана алыссаң, өзің жөндесең, уже адамдар саған қызыға бастайды екен. Келіп сұрақ сұрап, сұрақтарына жауап сұрап, қоғамда көзін жетті. Енді тоқтап қалмайсың деп ойлаймын. Бұл іште от бір рет жанды ма, соны өшіріп алмау керек. Өшіп қалмау үшін соны өзің ары қарай үрлеп, тамызық тастап. Тамызық деген ай сайын. Ананы көріңдер, біз таңғы сабақтарда біз 2018-ге ай сайын жылдың аяғына дейін арман мақсаттарын қойғызып, сөздің құнын қойғызып жасап жатырмыз. Сен үлгі алатын нәрсе көп. Жалпы бизнес бастауды мен интернеттен көрдім, ютубтан. Адамдар айтып жатыр, қатысып жатыр, қызық, не істеп жатыр деп. Адам бір орында тұрмау керек та, даму керек та постоянно. Қаяқтан жаңа информация келіп жатыр, елдер не істеп жатыр. Келешек қалай болады, сол ойда да. Ертең қандай бизнес болады. Сонымен көріп, уже бір-екі рет звондап қойғым, қатысам деп ойлап. Сол реті келмей, бір үйдегі әйелімді барсайшы деп. Сен қай жақтықсың? Негізі Чимкент, бірақ осы Алматыда өстік кішкентайымнан. Бәйдібек ауданы Чимкент. Аллаға шүкір, кәсібіміз бар. Енді сол кәсіпті ары қарай дамыту керек. Былай айтқанда сол бір әлде де сол бір айналымда жүрміз негізі. Сол айналымды үлкейту керек, қаласына жұмыс шығару керек, соның шамалы ретін білем деп шештік, бел болдық, бардық. Барғанын өкінбеймін. Адам ізденісте болмаса өзі қиын да, қай жақтан болсаң. Қандай кәсіп сендікі? Кондитерский изделие сатамыз, өзі біраз уақыт болды. 5 жылдан асып кетті. Сол негізі зона комфортқа кіріп кеткенбіз. Точкалар бар, оптовый точка бар, розница точка бар. Барамыз, тарап келеміз, бұл қалған уақыт бос. Қашан шығасың өзің білесің, қаяққа барасың өзің білесің. Ешкім не істемейді, әйтеуір товар келеді, сол товарды складқа түсіп, тез апаратын жердегі апарып тастасаң, сонымен өзің уақыт өз қолында. Сол жалпы кім кәсіп бастамаса бастандыр. Бірақ та кәсіп бастаған адам бәрі бір банкрот болып шықты деп ойлаймын. Онсыз мүмкін емес. Сүрінеді да. Сүрінеді, бірақ. Әлбетте сүрінеді ғой. Зона комфорты деген түсінік бұрын болған жоқ қой, да? Зона комфорты дегеннің жаман екенін түсініп отырсың ба? Иә, сол күнделікті да, ешкім қинамайды. Аллаға шүкір, табыс орта деңгейде, ешқайда баратын жерге барып, қайтатын жерден қайта аласың. Бірақ та сол ары қарай ой пікір болмайды. Жалпы өзіміз ешкі бағамыз
сол жалпы келешекте ешкім бизнесмен айналысқым келеді. Сыр өңдеу керек, оған да уақыт керек. Пландар көп, алла күш қуат берсін жоба. Мен көрдім, біреулер сайт жасады ешкіге кәдімгідей интернетте тұр анау звондаған кісі ше, сол Байсерке жақта. Оп оңай несі, бәрі просто жүйелеген екен. Сол мен ойымша жақсы табыс тауып жатыр, соның жолымен шамалы іздестіріп, ертең көктем түссін, алла қаласа мал көбейсін, сол кезде артынан түсу керек. Енді қалай жасау керек екенін жай түсінік бар ғой қазір енді. Иә, енді бояқ дұрыс жасау керек екен. Иә, интернетке берсе болады, Инстаграмға, YouTube Алдымен экспертность дамытып алу керек деген. Содан кейін продукт жақсы болу керек. Ана сыр өңдеу үшін технологиясын білу керексің жақсы. Қазір қарасаң, 100 адам 90-нан сұрасаң, немен айналысуға болады? Қорқады. Жағдай жоқ, мүмкіншілік жоқ, ешқандай көмек жоқ деген. Соны әңгіме айтады, шынында солай ғой. Бір қадам жасасаң да жасалу керек та. Дұрыс болсын, дұрыс болмасын, зато кейін алып кетесің да. Ол бәрімізді бизнесқа келген кезде бірден біліп келмейсің ғой. Уақыт өте келе үйренесің, тәжірибе аласың. Ең бастысы мына қорқынышты алып тастап. Ертең банкрот боламын деген. Негізі бір бизнесқа келдім ба, менің ойым көлемінде ақша болу керек. Сен ол ақшаны салсаң, сен ертең қатты неге кетіп кетмейсің да, уже дайындап қойғанса, болса бол, болмаса маған ешнәрсе болмайды да. Бір мысалы, қолмақта ақша болса, саған ертең келешегіне ол зиян болмайды да. Біреуден қарыз алмай өзің жинаған ақша. Немесе мысалы тағы бір саласы бар, ақша салмай бизнес жасаса болады. Бір кезінде таныстарым айтқан, осында бетон сатамыз, интернетке беріп қоясың, заводтармен келісіп қоясың. Әшін клиент тауып беріп тұрасың, болды. Завод саған өз ақшасын беріп отырады. Ол жерде жалқаумыз 100% істеген жоқпыз. Әшейін сезон кезде, қол бос кезде салып қоясың. Зато ешқандай ақша салмай бизнес жасап жатыр. Күніне бір 3-4-5 мыңға шейін заявка теңге түседі. Кейбір кездері 20-30 мың теңге күніне түскен. Ол қалай елге көрсетесің, солай дамиды ол бизнес. Бизнесім қарқыны негізі маған декларация көмектесті. Ол баста кірген кезде жотаны қойдық. Тауды қойдық, осы тауға жету керек 2 айда, осынша болады деген. В общем, сөз берген екен, үйге барып жатпайсың да, ертең уақыт өтіп кетеді. Түйіп тұрғызады дейсің. Иә, түйіп тұрғызады, жалпы айтқанда. Сол ғой. Өзің болсаң қойшы дейсің ғой, енді біреуге сөз беріп қойдың, осыны істемесем мынандай әрекет етесің деп. Жалпы сол жотама жеттім, өзім негізі сіз әркім өз кәсібін істеген екен, хотя бы жарты есе, бір есе үлкейтеді дедіңіз ғой. Қаншаға сен? Мен табысым где-то бір айда 200 мың болушы еді, сол қазір 300 мыңға, 400 мыңға барып қалды. Сол жота 2 айда 700 деп қойғам. Жалпы қазір бұрынғыдан көбірек қабылдап жатырмын. Жұмысын, көлемін, несі заявкасы үлкейді, сол декларацияның күшінде. Пока соның күшімен келе жатырмыз. Үйренген нәрселеріңді таргетингті оны мен бұйырса көктемде мынау сол бетон саласына қосқым келіп тұр. Өйткені ол кезде кәдімгі сайт жасау керек, шынымен бір жүйе да, ол кәдімгідей оған уақыт бөлу керек. Түсінік бар ғой, сайт жасау жайлы қандай болу керек. Иә, бизнес бастауда 100% ілім алмасаң да, Аллаға шүкір, істеп жүрген балдар бар, бәрі хабардарсың, шақырып алып. Ортада. Иә, ақылдасып бір жүйеге қойып, әркім енді қазақ, әркім жан ашу керек та қазаққа. Бізге бір-бірімізге жан ашымаса ешкім жан ашымайды. Көп адамдар зона комфорты дегенде, көп адамдар ойлайды, зона комфорты деген бәрі бар, қағанағы қақ, сағанағы сарық, 4 құбыласы түгел екен деп ойлайды. Зона комфорты далада жатқан биштің де өзінің зона комфорты да. Подвалда жатқан тамақ сіздеген, ол да өзінің зона комфортасында. Өйткені ми артық энергия жұмсағысы келмейді, саған бүйтіп түсіндіреді. Жарайды, маңдайға жазған осы, қимылдамай ақ қой, сененде жамандар бар, тәуба деген сияқты сөйтіп. Ол сол зона комфорты деген сол негізі. Дамуға, алдыға қарай жылжуға мидың түрлі түсінік береді саған, түрлі сылтау. Зона комфорты деген сылтау береді да, қиналмай ақ қой, осың жетеді деп. Ол ең қауіпті нәрсе сол енді. Тұрған су сасиды деген, өмірде не алға, не артқа қарай кетесің. Сонда көп зона комфорты деген сөз, сен дамымай қалдың деген сөзді. Қазақстанға келгенім 2 жыл болды өзім. Қытайдан Құлжағаласынан келдім. Алғаш Көкшетауға барып бізде курс деген бар, дайындық курсы. Соған арнайы барып оқыдым. Сосын универге түстім Таразда. Бірақ сол кезде көбінесе ұйқы болып кетті. Кейбір кезде уже сабаққа да бармайтын болып қалдым. Шындығында ше. Өйткені мен алғаш Қазақстанға келгеннен бастап менің ойым енді өз алдыма тезден іс бастап кету болды да. Ол енді идеямда бар, бірақ шынында енді ютубта ақтарып атып, әдетте бір кинолар бар. Соны көріп жатып тауып қалдым шындығында. Содан бастап көре бердім сіздің ексиларыңызды, видеоны. Кейіндеп келе мен ютубта ашып қалсам болды, сіздердікі тұрады. Өйткені сіздердің көп көргеннен кейін. Соны бастап көрдім, Таразда сіздердің лекция болды. Ол кезде сіздің лекцияға барып қатыстым мен. Бірақ сізбен сөйлесуге уақыт болмады. Сізбен кездескен адам көп болды.
кейіндеп ол идеяма бірақ сіңіп қалды да, мен осы Алматыдан барып оқимын деген. Бірақ жанымда ешқандай ақшам болмады. Әке-шешең қайда? Әке-шешем Қытайда. Қытайда. Сен өзің келдің, иә? Өзім келдім. Жасың қаншада? 19-да. Әке-шешең ырқымен келдің бе, өзің кетіп қалдың ба? Өзім келдім, енді Жібе анша бара ғой, жібере деп айтқан жоқ. бір үйдің жаңғызы болдым, сосын әке-шешем шынында жібергісі келмеді да. Енді қазір келу мүмкіншілігі азайып бара жатыр, қиын болып бара жатыр да. Шындығында қиындау қазір. Осы Алматыға келгеннен кейін енді тәуекелге келіп бизнес бастауды оқығым келді. Сосын қатыстым. Бастай сала мен 2 аптаның ішінде ешқандай мен ақша таба алмадым шынында. Не ананы істеп көрдім, мынаны істеп көрдім, бәрі болмады. Сосын қайтадан ұйқы баса бастады. Және ютубты аша салып сіздің айтқан сөздеріңіз бар да, және бірінші күнгі айтқан сөздеріңіз негізінде күшті әсер етті. Сосын мен Ыбырай ағаның несін көріп қалдым да сізден. Ыбырай аға сияқты менде де Қытай тілін білетін болдым. Сосын өзім былай эксперт болып аузын аулақ өзім жалғыз істеп көрейін дедім, істедім. Бизнес бастаудан өзіме серіктес іздедім. Өзім командамнан шықты. Осы орысшаны жақсы білетін, интернет жақсы білетін. Ондайынан да. Иә, оның өзі маған бір орта болды да. Ең жақсы маған көп әсер еткені бизнес бастаудан маған бір жақсы орта болды. Алғаш бизнес бастауға келмей тұрғанда мен ештеңені білмедім ғой шындығында ше. Басқа ортада естерімді білмедім. Көр жөр әңгімемен жүресің. Оның үстіне мен достарым арасында жүргенде де ол тірлік жайлы ондай әңгіме айтылмайды да. Ол бұрын өткен айтылады. Футбол айтады, бокс айтады, әншілерді айтады. Өзіме серіктес таптым, уже сол кезде ақша табылатынын білдім. Сіз айтқан бойынша, сіз айтқан бір апталық жортуыл ғой. Сол кезде мен өзімнің ақша табылатынымды білдім. Сенім келе бастады. Мен 150 деп қойғам. Мен ойлағам да, 150 тапсам болды осы бизнес бастауда. Осы 2 айда 150 тапсам мен ары қарай ақша таба аламын деп. Бірақ ойда жоқта мен білмедім қалайша миллионнан асқан, өзімді білмей қалдым да соңында. Кейін командамда қазір 2 адам бар. Үшеусіңдер қазір да? Иә, үшеуміз. Қазір Атыраудан, сосын Қарағандыдан тұрақты клиенттер бар. Ең бастысы адал. Ең бастысы прям нүктесіне дейін, тиынына дейін, минутына дейін уақытына жеткізіп адал жасасаң, мына Ыбыраймен бірге талайлар бастады осы Қытайдан келген бауырларымыз. Біреуі сапасына жауап бермейді, біреуі тағы ақшасын қосып жібереді. Қулық сұмдық жүргеннен кейін өтіріктің құйрығы бір тұтам дейді ғой. Адал істесең болды, нәтиже болады. Сосын затты әкеп бергеннен кейін, егер де клиент өзіңе звондап бір затың сапалы жақсы екен, маған ұнады және хабарласам десе, оның өзі бір үлкен маған табыс сияқты сезеді екен да. Уже ұйқың да жақсы болады, кейінгісінде де қуанып бір түрде жақсы сиялады екенсің. Енді сен белгілі мөлшерде табысты көбейтуді қою керек, бірақ түпкі немене қалай клиентті риза қыламын. Мысалы қазір осынша клиентті риза қыламын, клиентке табыс тапқызамын деп. Бұл былай сияқты ғой, мысалы клиентке сен айтасың, мынанша табыс тапқызып бересің, соның бір бөлшегін саған алады. Бұрын ол мынанша табу берсе, сен одан 2 есе тапқызасың да, соның кейін соның бір бөлшегі сенікі. Сөйтіп ойлау керек та, әрбір клиентке көбірек енді қандай жақсы заттар шығып жатыр, қазір мысалы Технодом, Сулпак, солардың ассортименттерін қарап, ұзақ мерзімді товарлар істеп көру керек. Өзім қазір енді жаңа бренд өзім неғып жатырмын да. Жасап жатырмын. Электронды ойыншыққа өзім. Өз адыма марка. Балаларды жетілдіру ойыншық өте дұрыс. Сен Қытайда мектеп бітіріп қана келдің бе? Қытайда мектеп 11-де 1 жыл үйге бой бермей кетіп қойғам, 11-де. Соңғы 1 жылда оқымадым. Оқымай қойдың. Төте қазақша оқыдың ғой? Қазақша, сосын барып соңынан Қытайшаға кірдім, ауыр болды, бірақ алып жүрдім. Алдың ғой, Қытайша жақсы білесің? Иә. Төте жазумен оқыдың да? Иә, уже Қытайдан сертификат алдым Қытайша. Иероглифті білесің да? Қара мен қазақтың жап-жас жігіті 19 жаста. Ойладым, ал енді Қытайда сау түсте өте қиын. Өйткені ол жақта документ деген нәрсе өте қиын болады да. Бәсеке деген жері. Иә. Ана қазақтың 20-25 жастағы жігіттері не істерін білмей жүр. Орысша бір ауыз білмейсің. Орысша білмеймін. Туған туыс жоқ қой. Туған туыс жоқ, тек 1-2 досым ғана бар. Туған туыс жоқ. 18 жаста келдің ғой да? 18 жаста келіп кәсіп жасап, қазір миллион таптың да? Тамаша. Енді әке-шешең қалай әке көрік елге? Әке-шешем досы, мен қазірге өзіме сенім. 1 жылдың ішінде өзімнің үйім, машинам бәрі болады. Осы Алла қаласа 1 жылдың ішінде әкелемін деген ойым бар. Тамаша, өте қуаныштымыз. Шындығында қазір ел маған не береді деп емес, негізгі батыстың даму психологиясы бар ғой. Бізде қазақтың көп салт дәстүрі жақсы, кейде бір сол жақсы нәрсесінің жаманшылық жағы бар. Өзі мынау айтады, мына медальдің арт жағы болады дейді да. Мына жағы да бар, арт жағын қарасаң нашар да, мына жақ жып-жылтырап тұрады да. Біз баланы жақсы көреміз, баланы мойнымызға мінгіземіз, көктетеміз қазақша айтқан кезде де. Содан кейін ол масыл болып қалады да. Кейде 25-30-дағы жігіттер әке-шешесінің мойнында отырғандар көп әлі.
әкем көмектеседі деп. Ал енді негізі батыста орманның, даланың заңы сияқты. Құс қарғанаттанғаннан кейін бүркіт иығымен итеріп жібереді ғой ұядан. Ұшсаң ұшып кеттің, ұшпасаң жерге құлайсың да ит құсқа жем боласың деп. Сол 18 жастан кейін негізі баланы, сендер өсіп кетсің, баланы еркімен жіберу керек та. Әйтпесе жүретін еді 30-ға келгенде әкем қашан мен әкем жағдай жасамады, әкем оқытпады, әкем үй алып бермеді, әкем көлік алып бермеді деп. Кімнің айтып отырғаны? Мысалда Өркеннің көлік алам, әкем үй алам, әкемді алып келем. Керемет қой. Әр қазақтың баласы сөйтіп ойласа, сол кезде ғана даму болады. Өркен, жақсы. Хабарласып отыр, Сапалы Қазақ чатында барсың ба? Чатқа жазып отыр, оның кейін үйім болады, жалпы ары қарай дамыту, оның кейін енді бір жағынан бәрі керек бізде. Сауда да керек, өндіріс жасау керек, қызмет түрінде көрсету керек да, түрлі кафе, ресторан ашу, денсаулық деген сияқты. Бір жүйеге әлі түсіріп бола алмады да. Енді міне бізде самғау келеді. Самғауға келгеннен қатыссаң, сол кезде жүйелеу, командаңа көбірек адам алу, содан кейін көлемін өсіру, 5-10 миллион теңгеге өсіру, содан кейін есебін бәрін жүйеге қоюды келесі жолы үйретеміз. Мынау бастау ғой, колледж сияқты. Бастап клиент әкеліп, жардама беріп, бизнес бастап кету, ары қарай жүйелеу ақпанда басталады. Өзімнің ойым бойынша басқарып отырмын да. Бірақ әлі де менде бір команданы басқару қабілеті әлі жетерсіз болып тұр да. Енді 19 жастағы жігітке бұл керемет. 19 жастағы екінің бірі осы жақтағы балалардың жасап жүрген жоқ әлі. Әлі немеден соскадан айырылмай жүрген балалар бар. Соска деген нәрсе болады емшектен шықпағандар. Мен бір күні жақсы, сен киіміңнен бір жақсы жерде қазір дөнер жемейтін шығарсың да, Қытай. Дұрыс тамақтанасың. Бір осы кәдімгі бір күшті жердегі барғанда өзім ыңғайсызданамын да. Киімнен несем ыңғайсызданамын. Бұрын да? Ыңғайсызданамын да. Өйткені ол жердің бағасы қымбат деп ойлайтын да. Бағасы қымбат, ақшам жетпей қалады деп, енді бұрын арзан жерге баратынмын. Тамақ ішсең де бұрын ең арзан неменеге барып да, ең бірінші содан басталады адам өзі, дұрыс тамақтанудан. Табыс тапқаннан кейін ең бірінші адам дұрыс тамақтана бастау керек та, дұрыс. Жақсы Өркен, сен Алла денсаулық берсін, болашағың жақсы болады. Одан қайтпа енді. Білім жина, неменеге кел. Енді ең бастысы мен риза болып отырғаным, достарыңды әкеліп, соларды ары қарай алға сүйреп жатқаның. Өзім жеттім, болдым, басқалар көріп қоймасын деген кейбірде бір қызғаныш оянады ғой. Көбінесе бизнес молыз көрілетін да, ол жерде бәрі былай алыстан айландырады. Көбінесе түсініксіз болды. Соны зерттеп отырып, бізде де қазақшасы бар екен ау деген неге келдік. Соны бизнес бастауды оқып, көріп, кішігірім сіздің таңғы сабақтарыңызды көріп, жаңағы сіздің мотивация беру, андай өнеріңізге тән болдым, риза болдым. Соның осы ағайдан бірдеңке үйренем ау деген үмітпен келдім негізі. Мен келіс барысында кішігірім не болды, былай баста корона дейді, шеше алмай біразға дейін. Кейін баланың сауығына қатыстық, 100 инсайт деген. Сол кезде мойындадым, ағайды ғана емес, осы ағайдың командасы да мыңда бір рахмет. Сол кезде бастан коронаны шешіп, официально. Сол кезде көңілімнен әсер әлі кетпейді. Санадағы өзі күшті бір жарылыс болды деп ойлаймын. Сол кезде иіліп, коронамды шешіп кәдімгідей. Сен немен айналысасың? Жалпы компьютерлік қызметтер, одан кейін тендерлерге қатысамыз, кішігірім 5 миллионның ар жақ бер жағында. Шүкіршілік әйтеуір, осы жылы жақсы табыспен аяқталдық. Бұрын бір жылдық табыс 10 миллион ғана болатын болса, осы последний 6 айда где-то 45 миллионға шығарып жеттік негізі. Команда сайтпен жұмыс істейді. Молодец, командада басында 3 адам еді, қазір уже 2 бренд еді өзі. Өтеген Батыр кентінде біріктік қазір. Кішігірім жақсы. Ана жылы 1 жыл жұмыс істеп бастадық. Команда мықты әйтеуір. Сол қазір өзім үйренген неге тергендерімді, енді осы өзім ант берген, осы бүкіл бәрін тастайып, январдың 1-нен бастап кірсем, командаға берем деп. Пока жай көріп отырмын. Ананы эксперимент жасап, мынаны эксперимент жасап, әйтеуір үйреніп жатыр, іліп жатыр. Полный жүйеге келдірген жоқпын. Сіз айтқан жүйелердің бәрін сызып, схемаға керек жерлердің бәрін түртіп, сол жүйе бойынша офис симуляциясын бастадым. Сен бренді қандай компания қазіргі? ИП-мен жұмыс істейді, ана жылы. Жыл көлемінде ИП-мен жұмыс еттік, қазір ТО аштық. Лого жасатып, атын қойдың ба негіз компанияның? Жоқ, енді бастап отырмын, осы 5 күн аштық. Немене 100 арман мақсат жаздыңдар ғой, естеріңде ғой да? Биылғы жылға жазып жатсыңдар ма? Биылғы жылға жазып, уақытын қойып, мөлшерін қойса сонда. Басты арман болғанда, енді өзімнің ана жылдық арманымды осы бір симуляцияны осы ата-анамнан бастайтын едім.
кеше әкемнің туған күні болды, қызық болды негізі. Өмірімізде әкемізді дос ретімізде ортамызға алып, ағамыз екеуміз қыдыртып, жаңа неге барып деген, киім алып деген, қызық екен негізі. Қайда апардыңдар? Там мегаға кірдік, неге кірдік, анадан кіріп аяқ киім алдық, мынадан кіріп неге алып. Қалағанын әпердіңдер ғой. Қалағанын әпердік. Қымбат мынау алмайын деп айтқан жоқ. Жоқ, папа да ондай не, папа өйеріне мынаны ки деп, ақшасына қарамаған, қырып жатыр балалар шағағын деп. Қызық болды негізі. Сол қазір ең мықты қуаныш кеше болды сол. Ең үлкен қуаныш ата-анаға өзінің жетістігі емес, баласының жетістігі екі есе артық қуаныш, екі есе артық бақыт әкеледі. Өйткені сенің ұрпағың жасап жатыр деп. Ант бергем негізі осылай осы туған күніне дейін Құда қаласа неге турға жіберем деп шетелге әке-шешемді. Январдың ішінде бұйыртса уже барып қайтам ба деп отырмын өзімде. Қай жаққа барайын деватсыңдар? Турцияға жіберсек па деп отырмық негізі. Сол сондай арман мақсаттар ағай. Рахмет сізге. Күшті бәрі. Командаңызға мың рахмет. Өзіңіз айтпақшы, шын мәнінде еңкеюіне қажет жоқ. Былай белшеден ғой, былай айтқанда. Қолыңды соссаң былай құшағыңа жая береді ғой, өздері ақ келеді. Бірақ жұмыстың несін бастасаң да, короче, қай жағынан бастасаң да дұрыс нәрсені дұрыс жасау керек. Мен бірінші мұнда келу себебім интернеттен ешерден көрмедім сіздерді. Мен ағам өзі жіберді сіздерге. Жұмыс іздеп жүрмін, әкімшілікте жұмыс істеген, сол жұмыстан шығып кеттім. Қай әкімшілік сенсің? Шымкент қаласында Абай ауданы әкім аппаратында. Күнде жаңа не істейсің, 7-те жұмыс бітсе, 8-9-да қайтасың, отчет бітіру керек сондай. Сол қашып кеттім кәдімгідей. Әкім отпускке шыққан кезде замакимге увольнение жазып шығып солай. Жүрдім жұмыссыз қанша уақыт. Офис менеджер, осындай офис менеджер анау жаңа неге сөйтіп жұмысқа кіре алмай жүрмін. Сосын ағам айтты, осындай бизнес бастау бар, сен барып көр, осындай үйренесің деп. Жарайды деп жүре бердім. Сен неге бармайсың деп айтып қойды. Барасың ба деп қойып сөйтіп жүре бердім. Кейін бір күн ұрысты, қашан барасың деп. Бүгін бара жатырмын дедім, қуанып кетті. Сосын бардым, Саида деген қыз қарсы алды. Жылы жүзбен жақсы айтып, сосын ағама айттым, осындайсың деп жатыр, бүгін соңғы жазылу күн екен, сондай деп жатыр. Ма ақша берем бар, түгіле дейді да маған. Сосын ағамнан ақша алып келіп, кешке дейін жаңа несін төлеп, курстың ақшасын төлеп. Ағаң қайда істейді? Ағам осы Алматыда 9 жыл болды, электрик болып жұмыс істейді. Ағаң жақсы, қарындасын жақсы көреді екен. Бірінші күні сабақ керемет болды. Рухым көтеріліп күшті болып тұр. Кеш келдік. Кеш келсем де сол түнделетіп бәріне жазып, жаңа ұйықтап қалған ба, оңдығын жинап сөйтіп жатырмын. Ертесіне жаңа оңбасылар жиналыс болды. Мынаншада жиналамыз, келіңдер деп едім. Айтқан уақытта барлығы келген. Сол ең жақсы көмектескен нәрсе сол ерік жігер сабақтар болды. Бірінші кезде басқа немен келдім, анау дедім, мынау дедім, не істерімді білмей солай көп жүріп қалдым ғой. Жаңа тапсырманы берем, декларацияны қабыл етемін, істетемін. Егер өзінде болмай жатса, мен дұрыстар істемей жатырмын дейді. Жаңа сіздің санаға сенің сөздердің бәрін күнде естимін, жаңағыдай алдыңғыдай. Айтам, видеоны жаңа таң сабақтар көріп, бәрін бітіріп тастадым. Болмай жатыр да, неге менде болмайды, басқалар жұмыс жасап жатыр. Күнде асынан кешкен жаңағыдай жүріп жүрсем, нанымды шауып жүрсем де, жаңа табысым жоқ, ештеңе не істеп жатырмын, жүйесіз да жұмысым бәрі. Знаете, мен бір нәрсе дұрыс ойламай жатырмын деп ше. Күнде тыңдай беремін. Кей күндер ойлаймын, бір жаңа санаға сенің сөздерін повтор қойып қойғам да, құлағымда наушник тұрады ғой. Бүкіл уақытта тыңдай беремін. Бір күнде 10 рет, 20 рет тыңдап тастасам да, просто мен санам дұрыс емес, дұрыстасам, мындай болады, неге басқалар істеп жатыр, неге мен істемей жатырмын деген. Күнде жаңа сұрап отырамын, өзім қатырмасам да тобымнан сұрап жатырмын, жаңа қалай болады, не істейді, сен неғып өйтіп не дедің, азыр жетейін деп қалдың ба, сен осынша деп декларация қойғансың, не істеп жатсың өзі деп жаңа сұрап қоямын да олардан. Жете алмай қалмасын деп, солар уайымдап жүр, бірақ өзім қатырып жатқан жоқпын. Жылап тауып алдым арасында, анда не істеп, жалпы экспорт топтарын саттым, бүкіл нәрсе істедім, ательемен үйтем бүйтем дедім. Бір-екі жаңа алдында Асем деген осы бітіріп кеткен Мейрамгүл деген тәтелерге барып, соларға бардым, солармен жаңа ақыл сұрап бүйтіп жүрдім, еш жүйесіз болды, бірақ жасап жатқан сақында сілем қатып келемін, ештеңе таңертең ерте тұрамын. Солай жаңа бір күн жаңа Айбибі деген қызым, неғылары декларация жіберіңдер, үлгермедім. Кешкісін постоянно неден кейін қабылдап аламын ғой, сөйтіп декларация жібер маған дедім да осы аптаға. Сөйтіп декларация қабылдап жүр, осы аптаға 200 мың теңге деп. Артынша сразу ондай, сен маған қазір видео жібердің, 200 мың теңге деп. Қалай табасың оны деймін да? Табамын деді. Сосын маған несімен жібер, 250 мың бір апта тап. Соны ойладым. Жай қарапайым студент қыздар осының бәрін істеп жатыр. Менің жүріп деп жатқаным жай нәрсе. Бұлар менен көп жұмыс істеп жатыр, значит. Бұлар көп ақша тауып жатыр, значит, менен көп жұмыс жасап жатыр. Мен дым жасап жатқан жоқпын. Жай жүріп жатырмын, сөз болып тұр менікі деп. Өзімді қатты не істей бердім. Санада көп жарылыстар болды, әр нәрседе
тауға шығу өте керемет. Сондай өте керемет әсерлер жаңа сондайлар алдында және көп орта алдым. Жақсы не істеп, оңдығыма рахмет айтамын да әрдайым. Алдында топтар не істеп, ательемен жұмыс жасап жүрдім. Қазір жақсы ательемен жұмыс жасап жатырмын. Алдында 2 ателье болып еді, енді бір ғана ателье. Бір Марал деген тәте маған хабарласты. Мені ютубтан көріпті. Жаңа қыздарға Айгерімдерге хабарласып, осы қыздың номерін бер деп сұрап алып. Маған көмектесті деді ғой, да? Сөйтіп шақырды, сонда заказ жинап берем ательеге деген еді. 2 ай ғана болды ашқаным ателье. Ашқандай нем жоқ. Жарайды, мақұл дедім. Реклама жасадым. 2 күнде 8 заказ жинап бердім. Жаңа тәте соның үшеуін ғана жұмыс жасады. Өйткені ол тәте адамдармен сөйлесуді білмейді екен. Иә. Оны мен есепке алмағам. 8 заказ болды, осындай жақсы табыс болады, сондай деп ойладым. Кейін уже менен үлкен адам болса да, мен жаңа үйрет отқан сияқты болдым да, өзім ыңғайсызданып жүрдім. Бірақ әрдайым айтады, сен Құдай маған оқытырғаныңа рахмет депші. Енді қазір сол тәтемен жұмыс жасап жатырмын. 23 ағымда Асқат деген жігітпен жұмыс жасап жатырмыз. Детский конверттер роддомнан шыққаннан не істейтін. Солар тігіп жатырмыз. Заказбен свет одеждалар тігеміз. Сосын жаңа тәте енді үлгере алмай не істеп жатыр, өзім жаңа қосылып тігіп кетемін. Күнде азанда шығып барамын соған. Өзімнің жұмысым, өзім ательем сақталып кетті. Сөйтіп жүрдім да, айттым сізге көмекші керек, реклама жасап, жаңа OLX-ке помощница швей деп жаздым. Можно без опыта. Солай жазып, қанша адам хабарласып, сөйтіп келіп, жаңа собеседование жүргізіп, кішкене не жасап қойдым, договор жасап қойдым. Осындай уақыт қалған кезде, егер болады ғой әртүрлі сұранулар болса, 2 күннен 2 күн созылып кететін болса, айлығыңыздан сақ аламыз деген сияқты сөздермен жаз сөйтіп. Таң қалып отыр да, сөйтіп договор жасап, жаңа собеседование өткізіп, ана кісінің жұмысын алып, солай өзім ательем сияқты жұмыс жасап жатырмын да. 5 этажда домның подвалында ашып алған. И сол домда ателье бар. Жаңа 1-ші этажда бір ателье бар. Сол жерге еще көшеге де қарама-қарсы подвалдың астында реклама жасап, мынандай неге жайып қойған кішкене ателье. Бірақ онда машина парковка жасап қойды, ананы көрсетпейді. Еще подвалдың асты. Сіздің бұл жерге адам келмейді, келмейтін жер сондай. Енді не істеймін, қайда көшемін дейді. Көшпеңіз енді. Шамалы осы мен берген заказдар жасай беріңіз. Көктемде сізге осындай жасаймыз. Бір жағынан ол тәтеге көмектесіп жатырмын, мен өзіме опыт жинап жатырмын. Қазір мен сол кісімен ғана не істеп жатырмын. Жақсы ателье ашып, бутигін ашып, жақсы жолға қойып алсам, ала берсе Шымкенттен асам деп отырмын ательені. Өзім сияқтан ашып, брендтік киімдер. Көбінесе вышивный нәрселерді көп не істеп қарап ұнатып жүрем. Ешкімде жоқ, бір қолдан жасалған сондай заттар сондай болса екен деп. Көп идеялар жасалып өзім жинап жүрмін. Ала берсе сол болады деп ойлаймын. Жалпы табысқа келгенде жотам мен 200 мың болатын, тауым 500 мың болатын. Декабрь айының соңында мен 500 мыңды сол тауымды жеткіздім. Содан кейін уже күнде жүгіріп жүрдім ғой, ана заттарын сатпай қойдым. Хабарласып, сіз неге мынандай келмейсіз, неге сатпайсыз деп. 20-ші ағым менде чатына кіріп алған, білмеймін қайдан тауып алған 20-ші ағым. Бірінші 20-ші ағымда сөйлегеннен кейін болдым ғой бір сабақта. Ертесіне бір жігіт жасады, қалыңыз қалай, мен сізге тәнтімін, мен тез сөніп қалам. Не айтасыз дейді да. Жігіттер. Сосын айттым да, мен не айтасыз дегенде мақтай бересіз деп. Әрдайым адам ізденісте жүру керек екен, соны ұқтым. Бүкіл кез келген нәрседе, өмірде, жеке өмірде, жалпы бизнесте отыр, бүкіл жерде адам бүкіл нәрсенің шешімі тек өзің екен. Соны ұқтым өзіңде. Кім боласың, қандай өмір сүресің, сол өзіңнің білесің. Міне осы сөзді жақсы. Санаға сіңді ғой. Иә, санаға сіңді. Өйткені санаға сенің сөздерді мен күнде жіберем. Өзім жаңа таңғалып қалдым да. Ойланып қарасам, бір 20-30 рет бір күнде тыңдап қойғам да. Мен дұрыс жасамай жатырмын, сол үшін сондай болды деп. Жаңа Қарасақал айтып жатыр ғой. Сіздің жаңа тарихты жасамайды, жасайды. Тек қана не қылмайды деп. Сондай жасауға болады. Яғни мен қолымнан барлық келеді. Тамаша. Биылғы жылға мақсаттарың сол енді Шымкенттен немен ашу да? Иә, ала берсе ателье ашсам деген. Көктемге жоспарлап отқам, Евротурға барып келем, соны білегім сыбанып, соған кірісіп кетем, осылай жасаймын деп. Наурызда барамыз, Алла қаласа. Сен негізгі сол сапалы Шымкентте алияларымен қосылсаң, Алматыда болсаң, сенде көшбасшылық немене бар да? Адамдарға психологически ол да адамға беріледі, туғана туымысынан да бір адамға тіл табыс алу, адамды алға тарту, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Тренерство деген адамдарды кәсіпке дайындау. Мысалы, мен армандаймын, бір 500 тренер дайындасам, олар қанша кәсіпкерлерді ары қарай сүйреуші еді. Өйткені мен жалпы сабақ берген кезде, мысалы, қазір 1000-жарым адам жинайық деп отырмыз. Мүмкін емес қой. Тренер болса әрқайсысына қазір 23-ші ағымда кімдер Бағлан, Рысдәулеттер тренер болып
содан кейін басқа жақтан да жазылып рахметтерін айтып жатыр да. Келгеннен кейін бізде вроде қарапайым нәрселер дейді. Сіз өзің көрмейсің, сырттан көріп айтқаннан кейін мынаны былай жасаңызшы, келесі апта дегенде жасасам нәтиже болып жатыр деп. Қазір солар тренерсіз жасап жатыр, сол сияқты мен ойлаймын бір 500 тренер шықса, әрқайсысы бір айына бір 10-20 кәсіпкер дайындап отыратын болса, вот сенде тренерлік қасиет бар. Шымкентте болсын, осы жерде болсын, келіп тренерсіз жалғастыру керек. Осы уақытқа дейін шынымен де басы корона болғанда, енді сабаққа келгеннен кейін Шеше алмай жүрдің бе? шеше алмай, аха. Мен достарым айтам, мен достарым келмей жүр ғой әлі, бірақ бизнестері дұрыс жүрмей, қиналып, шапқылап, олар динозаврлар ғой енді картехон. Сен айтам, сендердің короналарың басыңа өз кіріп кеткен дейін де оны операция жасап алмаса алынбайды. Корона шешу қиын. Иә, өте қиын. Сосын ол андай кездер болады, өзіңді бір ұстап аласың да ойда. Мен дұрыс істемей жатырмын қазір. Мен қайттан коронамды киіп жатырмын деген сияқты. Мен білем деген. Бұрында ондай нәрсе болмайтын. Мен білем деп андай уперті болып өзің айтқаныңда тұрасың, қырсығып аға. Сондай нәрседен информация қабылдамайсың да басқа жақтан. Сол жаман нәрсе екен. Одан кейін өзім түсінгенім бір өте білім жағынан жаңағындай өте деңгейім төмен екен. Қазір өзімді сол жаңа сіз айтып отырсыз ғой, психология жағынан тренер болу үшін деген сияқты. Адаммен сөйлесу жағынан, ол отдел продаж болсын, просто сөйлесу болсын, сосын жазу жағынан өте деңгейім төмен екен. Қазір соған қатты мән беріп, өз-өзім жетілдіруге соған. Қашан адам төмен екенін мойындаған кезде, сол кезде бастап өсіп, сол кезде басталады. Мойындамаған адам өспейді. Мойындаған әдісі, мен мойындадың төмен екенін, сол кезден бастап сен білім іздейсің, сен былай рост басталады. Өзім жұмыс істеген кезде жаңа письмо жазамын ғой, хат жазамын. Енді салыстырам, мен кіммен салыстырам? Өзімнің жақын адамдар, танитын адамдармен салыстырам. Мен олардың арасына қарағанда кішкене өзім жақсы жаза аламын деп ойлаймын да. Сөйтем, письмо жазуды мен білемін деген сияқты. Письмо жаза алмасаң жұмыста өспейсің деген сияқты. Сөйтіп кеңес айтамын ғой біреулерге, білгенімді айтамын. Сосын өзім отырып бір нәрсе жазайын десем, бір автобиография сияқты бір нәрсе. Бір ана өзім аха соны жазып жатқан кезде шықты. Өзім ойымдағындай қылып жазамаймын да, жаңағы риза болмаймын өзіме. Қанша стараться етіп жазсам да риза болмаймын. Сол кезде түсіндім, өзім деңгейім төмен екен, соны жетілдіру керек екен. Жаңа бизнесіме келетін болсам, әлі іздестірудемін, өйткені мен айналысып жатқан кейтеринг услуга. Ол жаңағы сестрамен бірге де, оны жүйеге қойсам, оны өзім жасамаймын қанша дегенмен. Мен андай бір өзім жасап, өзім содан ләззат алатын нәрсе іздегім келеді. Енді әлі қарап жатырмын, бірақ түсінгенім бойынша осы маған бәріне ұнайтын сияқты, сөйлеу, тренер болу, жаңағы біреуге көмектесу. Соны сіздерге барайын десем, қазір кішкене деңгейім нашар болып тұр да, соны. Жоқ, сол жерде өсесің сен. Ортаға түскеннен кейін өсесің тек қана. Кейтеринг өсті ме өзі негізгі 2 айдың ішінде былай табыс? Кейтерингтің табысы бұрында табысы 0 болған ғой, болмаған. Қазір айына 200 мыңнан таза табысқа шықты да? Ол жаңағы бірақ группамен де ендігі істейтін мәселе ол обучение ашып, сол обучениенің ішінен өзімізге тағы да бір группа, поварлардың группасын таңдау. Сол мәселе болып тұр алдыда. Есімде сендерде мықты повар бар деп айттың ғой сен де? Бар, иә. Ол бір повар бар. Сол повар үйретсе басқаларды. Одан кейін бір группа поварым бар да, олар қазір бәріне үлгермейді ғой, заказдарын. Соны жаңағы развивать етіп, жаңағы обучение жасаса, сол поварлардың арасынан басқа топтарды жинап, өзіміздің кейтеринг услуганы жаңағы кеңейтсек, үлкейтсек деп жатыр. Армян қыздыкын көріп жүрсің ба? Мэри деген. Керемет, осы қарапайым буфетшіден бастаған, қазір үлкен кейтеринг компанияға айналды. Соның немесін, кейсін көріп, өмірбаянын көру керек те, неден бастап, қалай жасалған? БМД. Армян Мэри деген. Мен ылғи айтам ғой, көп велосипед ойлап шығарып керек жоқ. Шығарып тастаған, Крадик как художник деп соны алып, соны одан гөрі әдемі қып, одан гөрі қызықтырақ қып, одан гөрі жақсырақ қып жасау. Нөлден бастап өзім түгел ойдан шығарам деу мүлде қажет емес. Мықты поварым бар енді, бірақ ол кісіні де кішкене жетілдіру керек, өйткені мастер-класс беріп жатқан кезде ол кісіде сөйлеу керек, енді ол кісі ғой басты үйрететін. Сол кісіні кішкене жетілдіру керек болып тұр, жаңа мастер-класс бастау үшін. Асылхан, сен егер тренер болғатын, егер өзіңнің қабілетін сезсең, алдымен осыны кемінде 1 миллионға шығару керек та, айлық табысын, таза табысын. Жаңа кейтеринг жақсы болашағы бар. Өйткені қазір қонақ шақырса да, әсіресе жағдайы бар адамдар үйде әйелін қинап тамақ жасағысы келмейді. Тура үйдік сияқты жасай алсаң, не проблема. Соның кейін
компаниялардың қазір 20 жылдығы 10 жылдығы түрлі мейрамдар соларды жасатқызу, түрлі бір конференция бір жиналыстар болады, соларға немен өткізу. Ол енді дамып келе жатқан немене ниша сала. Соны сен 1 миллионға кемінде жеткіземін деп жаңа мэридікін көр, биылғы жылға нақты мақсаттар қой. Содан кейін сен өзің жақсы табыс тапсаң, содан қиналып, рекламасы қалай, ұйымдастыру қалай, персоналмен қалай жұмыс істеу керек. Тура осындай сұрақтар саған қойылады келгенде. Жаңадан бастап жатқандар. Ана кісі алып еді, анау лақтырып кетті, анау кешігіп келеді, анау алдап қояды. Мына жерде снабжение болмай жатыр, логистика болмай жатыр, курьерді әкеп едім, курьер былай болып қалады деген сияқты. Соны сен өзің іс жүзінде шешіп жүрсең, сен өзің шештің ғой, сен айтасың, мен былай шештім деп адамдарға айтып бере аласың. Ал тәжірибесі жоқ адам, кітаптан бірден оқып алған адам, кітаптағыны айтып береді, ол өмірінен өткен жоқ қой. Сенімді айта алмайды. Мен мысалы 25 жыл бизнес жүргеннен кейін мен талай құладым, талай қателіктер жасадым, сонда айтамын. Мен мынандай қателік жасағам, сен ол қателік жасама. Былай көрдім, қате екен, былай дұрыс екен, сондықтан былай жаса деп. Сол әсерлі болады. Сол әсерлі болады, сол нақты болады да, сондықтан саған жаңа кейтерингті кемінде бір 3 айдың ішінде, 4 айдың ішінде өзің айту керек. 1 миллионға шығарам, дұрыстап жүйеге қоям, содан кейін кеп тренерсімен айналысуға болады. Тренерсімен айналысқан тағы бір жақсысы, көп адамдар көргеннен кейін жаңа кім тауып алды ғой. Да, мысалы, сол сияқты саған келеді. Мысалы, бәрі көбінесе динозаврлар келеді, келеді. Өнімі бар адам. Онген ол продвигать ете алмайды. Жаңа кімде өнімі бар адам ғой, мықты өнім да. Мө деп айтайыншы, мықты өнімі бар. А бірақ жариялап дұрыстап елге көрсете алмайды. Соны өздері айта бастайды. Бір кісі қайтеді, осылай көмектессең қайтеді деп. Бұрын ол 1 миллион теңге тауып жүрсе, сен оны 5 миллионға шығар. Соны айтады, мына 5 миллион үшеуі сіздікі, екеуі менікі десең, қуана келіседі. Солай ғой, сен оған әкел маған ананы бөліп бер деп отырған жоқсың. Бұрын мынандай болған, оны мынандай қылдың. Онген ағай дамып кетті. Сондықтан сен 100 шақты бизнес ішінен өзің таңдап аласың да, өзіңе қажетін. Тренерствен емес жақсы сол. Адамға дамытып бересің, жүрегің қалаған кәсіппен айналысып кетесің. 7-8 жыл болды мен өзім киіммен айналысып жүргелі. Киім сатасың ғой да? Иә, киім сатамын. Өзім де негізі Қытайдан келгенмін ғой. 15 жыл болды ғой келгелі. 18 жасында келген менде. Сол мен сауда істеу керек болды маған. Тастақта орным бар еді, неде, жақсы жерде. Сол жерде киім сатып жақсы болды басында. Ол кезде аренда да арзан болды. Сауда да жақсы болды. Сонымен осы жаңа доллар өсіп кетті ғой. Сол кезде арендамды бірақ көтеріліп жерді. Одан бастап сауда да азайды. Оның бір жағынан осы интернет пайда болғалы азайды ма білмеймін. Көбінде тәтелер жүреді, апалар жүреді, жас қыздардың бәрі жоқ болып кетті. Сосын не істеймін деп басым қатып жүрдім. Сосын бір қыз айтты, осындай бизнес бастау бар, соған барып көрсеңші, интернетпен жұмыс істеуді үйретеді деп. Сонымен 22-ші ағымға келгенмін сізге. Арендам қымбат болды да. Сосын ойладым, интернетпен сататын болсам, маған аренда қымбат жердің керегі жоқ шығар деп ойладым. Сосын бутигімді ішінде киімдермен қосып біреуге өткізіп сатып жүрдім. Сосын жаңа жыл қарсаңында не істеймін деп басым қатып жүрдім. Ештеңе істей алған жоқпын. Сонымен нелерден көріп қалдым да, жаңағы қалаулымдағы бір қыз бар ғой, соған ақшасын төлеп, өзі менен 2 киімді талдады. Жаңа жылға киетін бір көйлекті талдады, бір куртка талдады. Сол киіп шығып еді, ой, мен телефонына маза болған жоқ. Жаңа көйлекті сұрап бүкіл Қазақстаннан хабарласып, көп айтады Алматыда, біз сізге барып киіп көрсек бола ма, бәрі сол айтады екен. Сосын тағы да бір бутик ашу керек болды. Әлі ашқан жоқпын, бірақ соны іздеп жүрмін. Соны іздеп жүрмін, әлі қандай алсам болады деп. Сосын жаңағы көйлегінен көп саттым, көйлегі болды. Аз қалған куртканы сұрады да ол. Ол куртка әлі сұрап жатыр адамдар, бірақ ол куртка жоқ қазір базарда. Ойлап қарасам, сол бір шоурум керек екен. Соны жақсы 1-2 модельді алып, ол модельді алғанда да сол 50 штук, 100 штук қылып алып қою керек екен да. Сосын барып жаңағылар фабриктарға киіп. Өзің тікпейсің ғой да? Жоқ, өзім тікпеймін. Мен базардан алам да, алып сатармын ғой. Жаңа сондай мықты бір әртіске кигізіп, сол арқылы сатуға болатынын түсіндім сол. Инстаграм ғой негізі. Инстаграм. Тетігін тауып алғаннан кейін соны қарай баса беру. Иә, тетігін таптым сол. Енді ары қарай жаңағы орынды қандай жерден алсам болады деп соған басым қатшы. Бутиктің немесі қымбат болады, да? Егер де Инстаграм жақсы жүргізе алсаң, шоурум алу керек. Содан кейін басқа елдер көрдің ғой, басқа қалаларға шығуға болады да. Есіңде ме, Қадыр деген жігітті айтқан 300 миллионға сатқан деп бір жылда. Қытайдан келген азамат. Жаңа Инстаграм дұрыстап жүргізіп, әртістерге, жақсы танымал адамдарға кигізгеннен кейін бүкіл Қазақстанға тарата беру керек та. Инстаграмды топтарға салып, жаңа қалаулым ұстап алғаннан кейін соны сурет
түсіріп алдың ба соларға немене? өзі түсіп жіберді, өзіне шығарды жаңағы. Темірді қызған кезде бастайды. Қазір қалаулым қызып тұр ғой. Бүкіл Қазақстан көріп отыр. Ендеше сол қалаулының немесіне салып, өзің басқа немелерге жіберіп, 50 мың, 100 мыңдық инстаграмда топтар бар, соларға міне қалаулым кімнің көйлегін киіп шықты, қандай көйлек киіп шықты деген қыздар деген, ана қыздың атын нетіп. Сол қалың киім бар ішінде. Именно сол Жанерке кигенін сұрайды көйлекті. Басқа ештеңе сұрамайды. Киіммен айналысқаннан кейін сенде уже қандай немене болатын пайда бола бастады ғой. Түбі киімді ары қарай дамыту үшін ойлаймын, саған міндетті түрде сатып алу емес, өз неменің жасауға болады да, өз брендіңді. Мысалы жаңа көйлектің моделін тауып алғаннан кейін біреуге модель сызғызып, қырғыздарға, Қытайға тіктіруге болады. Ақырындап өз бір көйлек, екі көйлек, үш көйлек саттың ба, ішінде өз брендің жақсылап шығайын. Соны расширять ету керек болды. Мына маркалар бар ғой Қазақстанда. Ламодадан басқа тағы да бар ғой, сияқты бір Зара. Соны бір екі еврейдің жігіті бар ғой, кішкентай базарда өсіп сауда жасап жүріп бастаған. Содан кейін барып Қытайға әкеп, бір тіктіріп әкеп, қосып. Сонда негізгі ұйымдастырған адамда сенде өзіңде түйсік болса, қандай көйлек, қандай свет, қандай модель жақсы болатын болса, бір дизайнерге алдырып, болмаса мына жерде тоже Крадика художник, Макс неменелер бар ғой, күшті атақты маркалар, соларды алып, соны сәл өзгертіп, соны отшивать етіп көрді, өз маркаңды салып. Бірақ өз неменеңді кіргізіп ішіне бір ерекшеліктеріңді да бір қазақша бір неке бересің ба, соң кейін оны қол жетімді қылып турана шетелдікке ұқсас, Прадаға неменеге ұқсас, бірақ қол жетімді моделі соған ұқсайды да. Соң ақырын өз маркаңды нетуге болады. Сенің маркаңмен тігіледі, Қазақстанға тарайды бәр жаққа. Жаңағыны бар ғой, түскен неменен пабликтарға жібере беру керек. Қалауын шыққан біткенше сен бір деңгейге көтеріліп алуың керек қазір. Бүкіл күш көрдің соған. Жаңағы Гранд парктан орын іздеген, басында бар болатын бір-екі орын. Ойланып, бір-екі күннен кейін барсам, жоқ, бітіп кетті деп. Сонымен әлі жүрмін. Бутик деген не? Бутикке күніне бір 20 адам, 30 адам келеді. Солай отырдың ғой. Ол шектеліп қалған, ол банкідегі бүргелер сияқты сен шығып. Банк ашық қазір. Интернет банкінің есігін ашып берді. Есіңде ме банкыдағы бүргелер? Сен бутик сен мына жерде тұрсың. Бұрын интернет жоқ кезде. Енді ашылды бүкіл Қазақстан саған. Міне, бүкіл Қазақстан. Инстаграмға салып бүкіл Қазақстанға жіберу керек болды. Жақсы, қуаныштымын сендер келгендеріңе. Таңғы сабақты көріп отырыңдар, ашық болады. Астына комментарий жазып отырыңдар. Кәсіптерің алға дами берсін.